Мың ауруға шипа бөдене жұмыртқасының пайдасы. Сіз білесіз ба, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ал тарихқа жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Өйткені бөдененің еті де жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауықтың жұмыртқасынан қарағанда 1 грамм бөдененің құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп деп жазады Муслим KZ. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауру және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынандай ауруларға таптырмас ем: бас ауруына, демікпе және туберкулез, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темір әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады. Анемияға, сәуле ауруларына, бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезіндегі арықтауға, ағзадағы қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешіне сәл кептіріп, ұнтақтап, ірімшікке, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасының қабындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажетті мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқаның қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальций молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп бүлінбеуіне де әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуаты артады. Жапондықтар бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болатынын дәлелдеген көрінеді. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталық институттар құрылған. Бөдене жұмыртқасын шикілей, қайнатылған, қуырылған, пешке сусыз пісірілген күйінде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Тоқ етері бөдененің еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына қатты көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолдансақ, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымыз нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушыларға қалағанша сатып алуына мүмкіндік бар.